Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен жалпы беляштың духовкада пісіру түрін көрсетемін. Ең бастысы, бұл жерде өте жұмсақ болып дайындалатын қамыр. Қазір қамырдың жасау түрін көрсетемін. Алдыменен жылы сүтті аламыз. Жылы сүттің үстіне қант және де ашытқымызды қосып 10 минутке қойып қоямыз. Бұл бізде апары дайын болуы тиіс. Қажетті ингредиенттердің құрамын мен астына көрсетіп кеттім. Астынан көрсеңіздер болады. Және де 1-2 қасықтай ұн саласыздар дағы, араластырып қойып қоясыздар. Жалпы 10 минутке қоюымыз керек. Енді жаңағы 10 минут тұрғаннан кейін осындай кішкентай шапочкасы шығады. Енді осының үстіне майонезімізді және де күнбағыс майымызды қосамыз. Бұл жерде қыздар ескертетін жағдай, жалпы барлық ингредиенттер комнаталы температурада болғаны дұрыс. Кейін үстіне ұнымызды бөліп қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Дәл осында жұмсақ қамыр еленеді. Енді осыны шамамен 1 сағатқа қойып қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін тағы да басып қойсаңыздар болады. Жалпы 2 көтерілгеннен кейін пісіргенде өте жақсы болып шығады. Кейін дайын болған қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ортасына салмасы менде тартылған ет. Оған жаңаға кішкене пияз қостым. Азғантай мөлшерде сәбіз қостым. Осылайынан корзинка секілді етіп шеттерін қысу керек болады. Дәл видеода көрсетілген етіп жасасаңыздар өте жақсы болып шығады. Яғни осындай дөңгелек бөлшекке бөліп аласыздар дағы. Ешқандай ұнды қолданудың қажеттілігі жоқ, себебі қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайды, жұмыс істегенде өте ыңғайлы. Осылайынан корзинка секілді шеттерін жай ғана қысасыздар. Жалпы бұл қамырменен жаңағы самса үлгісінде де жасай беруге болады. Міндетті түрде дәл осындай етіп жасау ол міндетті емес. Самса түрінде де жасауларыңызға да болады. Бұл жерде енді жалпы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Фантазияларыңызды қосып, кез келген үлгіде, кез келген түрінде жасауға болады. Ең бастысы, осындай рецептпенен қамырларыңыз өте жұмсақ, сондай песочный секілді болып шығады. Өте дәмді. Дәл осындай етіп барлығын жасап шығасыздар. Міне осындай болып шығады. Жалпы біз елеген қамырдан дәл осындай 2 противеньмен де шықты. Мен үстін жұмыртқаның сарысын жақтым, және де үстіне кунжут септім. Енді қызып тұрған 180 градусқа жалпы жарты сағатқа қойып қоямыз.
қарап отырасыз да сырты жақсылап тұрып пісу керек. Міне қыздар осындай болып керемет болып піседі. Өте дәмді, өте күшті болып шығады. Фантазияларыңызды қосып әртүрлі түрде жасауға болады. Тіпті самса түрінде үлгісінде де жасауға болады. Неше түрлі қылдыруға болады. Өте дәмді, күшті болып шығады. Бесін шайына керемет таптырмас тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.